Айтып жатамыз, роддомға міндетті түрде өзіңізбен жылы носки, жылы шұлық алып барыңыздар деп. Өйткені аяқ жылы болса, ол сіздің мына денеңіздің босаңсуына көмектеседі. Сондықтан бұл нәрсеге де көңіл аударыңыздар. Және де қыздар, маңызды, босануыңыз сіздің жақсы өту үшін, шайкаңыз жақсы ашылу үшін, толғағыңыз жеңіл өту үшін, тек қана дененің емес, мына психиканың, мидың да босаңсуы өте маңызды. Сондықтан қазір сіз жүкті келіншек болсаңыз, осы видеоны қарап отырған қазірден бастап сіз план родов дейді ғой, жоспар құрып, қандай техникалар қолданасыз, қандай медитациялар қолданасыз, мүмкін сіз бір Құранның сүрелерін тыңдайтын шығарсыз, немесе бір классикалық музыка тыңдайтын шығарсыз. Сізге не нәрсе босаңсуға көмектеседі, соның тізімін жасап, қазірден бастап психикаңызды сол нәрсеге дайындаңыздар. Өйткені қыздар, босану кезінде тек қана тәннің емес, мына мидың да босаңсуы өте маңызды.